Осыдан 1500 жыл бұрын Қытай халқының аузында Мулан жыры немесе Хуамулан туралы деген бір әдемі батырлық жыр таралған. Қазір осы батырлық жырға негізделіп көптеген фильм түсіріліп, ол тек Қазақстан телеарналарында да көрсетілді. Сол жырды алдымен Қытайдың түпнұсқа әдебиетінен аударып берейін, тыңдаңыздар. Күрсінген дыбыс естілер және ақырған, Муланнан анау аулада мата тоқыған, тоқығыштың тегершігі үнсіз қап, естілер қыздың күрсінгені жақыннан. Ау Мулан қыз, не еске алдың, уайымың не десем? Мен ештеңе еске алмадым, уайымда жоқ дескен. Кеше көрдім әскерге алу жарлығынан, қағаным көп әскер жимақ барлығынан, жарлықтарда бәрінде де әкем аты тұр жазулы. Ержеткен ұл жоқ ет бізде, соғысқа жарар қарулы. Муланның үлкен ағасы жоқ, өзі бармай амалы жоқ. Атер тоқым сатып алды, жүген қамшы қалдырмады. Тізгін чылбыр сауыт сайман барлығында жабдып алды. Әкесінің орнына барған бала ретінде майданға сол кете барды. Ендігәрі ұл бетінде таң бозында ата-анамен жылап тұрып қоштасып ед. Кешке қарай сары өзенге жетіп келіп тоқтасып ед. Дауысы жоқ ата-ананың қыз шақырған кешкісін, құлаққа тек сары өзен сарқыр ғана естілсін. Таңнан тағы сары өзенге қош айтысып кеткенбіз. Кешке қарай қара тауға, Яншан тауға жеткенбіз. Естілмейді ата-ананың шақырғаны тағы да, тек естілер жылқы менен құстар даусы маңымда. Мыңдаған көш жолдар басып, соғысқа кіріп кетеміз. Асулар мен қапықтардан құстай ұшып өтеміз. Солтүстіктің түнгі аязы, қорылдаған дауыстар, жап-жарық ай сарбаздардың сауытына шағылысқан. Жанкешті қанша соғысқа кірген қолбасылар мен сарбаздар аман-сау қайтып қағанды көрген жаралы тағы аз жан бар. 10 жылдан кейін жеңіспен қайтып оралды қаған алдына. Сарайда тұрып қабылдап жатып сыйлықтар қойды алдыға. Муланға жазды жоғары еңбек, мыңдаған алтын және бар. Талабың болса айт орындалады, уәзірлік мәнсәп міне бар. Мулан айтты, керек емес уәзірлік мәнсәп сияқты, еліме қайта мінгізсең болды арғыма қатты тұяқты. Ата-анам естіп келгенін қайтып қызының, бір-бірін сүйіп қаладан шығып қызынып. Әпкем естіп бой түзеп шашын тарапты, қой соймаққа бауырым пышақ қайрапты. Мулан өзінің бөлмесіне кіріпті, сауытын шешіп қыз киімін киіп қайта шығып сарбаздарға барады. Олар бұған таңғалғаннан қарады. 12 жыл бірге жүріп білмеген, қыз екені ойлап түске кірмеген. Еркек қоян екі аяғын тоқтамастан қозғалтар, ұрғашысының екі көзі жыпылықтап тоқтамар. Ал екеуі қатарынан жүгіріп кетсе шарықтап, кім айырар ұрғаш еркек қояндарды анықтап. Міне осы өлең солтүстік оңтүстік хандықтар дәуірі деп аталған кезде шыққан, яғни 420-589 жылдардың аралығын солтүстік оңтүстік хандықтар дәуірі деп айтады. Авторы белгісіз. Алайда қарапайым қыздың әкесі үшін соғысқа қатысып, үлкен мәнсәпті керек етпей ауылына қайтқан қарапайымда батыр мінезін ұнатқан Қытай халқы оның осы ерлігін 1000 жылдан бері жырлап келген. Зерттеушілер бұл Сәнби Тобо тайпасынан шыққан солтүстік Ви қағаны Тобатаудың жоғжандарға
яғни варварларға жасаған жорығы баяндалған оқиға деп есептейді. Солтүстік Уй елі 386 жылдан 534 жылға дейін үстемдік құрған мемлекет. Тобытау қаған 424 жылдан 451 жылға дейінгі аралықта хандық отырған. Осы жылдары солтүстікке жорыққа шыққан оның әскері жоужандарды талқандап жеңіспен оралған. Алайда жоужандардың толық талқандалуы түрік қағаны Мұқанның кезінде болған оқиға. Мұқан қаған оларды 552 жылы өлтіре соққаннан кейін барып жоужандардың хандығы ыдырап кетеді. Мұғлан қыздың ерлігі ресми тарих беттерінде бір ауызда болса жазылмағандықтан, бүгінгі тарихшылар оны шын өмірде болмаған адам ретінде қолды бірақ сермейді. Алайда оған қойылған ескерткіш, мола, ғибадатханалар санына қарап, ондай адам болған болуы да мүмкін дейтін көзқарастағылар бар. Өйткені Мұғлан қыздың қабірі немесе оған шырақ жағып сыйынатын ғибадатханалар Қытайдың 4-5 провинцияларында да бар. Мұғлан қыз солтүстік Қытайда, солтүстік Уй елінде өмір сүргеніне қарамастан, Қытайдың оңтүстік жағындағы провинцияларда да оның қабірі дейілетін қабір және оған арналған оған сыйынатын ғибадатханалар салынған. Жалпы Қытай халқы жазу пайда болғаннан кейін тарихи кітапқа енбей қалған адамдарды жоққа тән деп есептейді. Алайда халық арасында таралған осы өлең жолдары ұрпақ тәрбиелеуде таптырма сөйлеуге болғандықтан және оқиғасы әр түрлі шығармашылық ойлауларға жетелейтіндіктен бұл туралы көптеген фильмдер жасалды.